Құйымшақ дегеніміз не? Құйымшақ адам қаңқасының төменгі бөлігі, омыртқаның ең соңғы бөлігі болып табылады. Ол бірнеше кішкентай бірігіп кеткен омыртқалардан тұрады және дененің тірек қозғалысы жүйесінің маңызды бөлігі саналады. Құйымшақтың анатомиясына келсек, құйымшақтың құрылымы 3-5 омыртқадан тұрады, көбінесе 4 омыртқа. Бұл омыртқалар бірігіп бір тұтас сүйекке айналған. Шыңға қарай тарылып, 3 бұрыш тәріздес формаға ие. Омыртқаның осы бөлігі омыртқалар арасындағы шап сүйегіне жалғасады. Функциялары мынадай: тірек қызметі. Дене салмағын арқаның төменгі бөлігі мен жамбасты байланыстырушы қызмет атқарады. Бұлшықеттер мен байламдардың бекітілуі. Құйымшаққа жамбас бұлшықеттері, байламдар және түбір бұлшықеттер бекітіледі. Бұл денені тұрақтандыруға және қозғалысты қамтамасыз етуге көмектеседі. Жүйке жүйесіне. Құйымшақ жүйке түйіндерінің маңдайында орналасқан және жамбас мүшелерінің жұмысын реттеуге қатысады. Құйымшаққа қатысты мәселелер. Құйымшақ жарақаты. Құлау немесе соққы салдарынан құйымшақ сынуы немесе зақымдануы мүмкін. Симптомдары: қатты ауырсыну, қозғалыс кезінде ыңғайсыздық. Құйымшақ мәселелерін емдеу әдістері. Күнделікті әдеттерді түзету. Ұзақ отырудан аулақ болыңыз. Жұмсақ жастықшалар қолданыңыз. Тұрақты физикалық белсенділік керек. Физиотерапия. Бұлшықеттер мен байламдардың икемділігін арттыруға бағытталған жаттығулар. Массаж және мануалды терапия ауырсынуды жеңілдетеді. Медикаментозды емдеу. Ауырсынуды басатын дәрілер, қабынуға қарсы препараттар. Құйымшақты қорғау үшін мынадай кеңестер өте маңызды. Жұмсақ төсеніштерді қолдану арқылы ұзақ уақыт отыру кезінде құйымшаққа қысымды азайтыңыз. Дене салмағын бақылау арқылы омыртқаға түсетін жүктемені де азайтыңыз. Жаттығулар мен қозғалыс белсенділігін арттырыңыз. Қорытындылай келсек, құйымшақ адамның қозғалыс жүйесінің маңызды бөлігі. Ол денені тұрақтандырып, бұлшықеттердің жұмысына қолдау көрсетеді. Құйымшаққа қатысты мәселелерді дер кезінде анықтап емдеу қажет. Егер сізде тұрақты ауырсыну немесе жайсыздық пайда болса, дәрігерге жүгінген дұрыс.